Жиынымызды бастап отырайық. Бүгінгі жиынымыз ағарту саласында 30 жылды бір күнде өткізген өзінің ақыл парасатын, күш қуатын халықтың ағарту ісіне арнаған Чолаусы Тоқтамұрат жолдас, Мазытай жолдастардың демалысқа шығу рәсімиятын өтіп отырмыз. Төменде мектеп меңгерушісі Мардан жолдас осы үш жолдастың қызмет істерін елестетіп кетеді. Сөзге ұсыныс етіп қояйық мәкенді. Құрметті қонақтар, сыйласымды саптастар. Ғасыр тоғысындағы реформаны ілгерілеп, партия мен өкімет оқу-ағартуға бұрынғыдан ары мән беріп, оқу-ағарту мен ғылым техниканың ролы барған сайын сәулелендіріліп отырған аса тамаша жағдайда. Алдымызда асқар бел болып, ағарту саласында ақсамайлы болса да арныға айтпаған. Өздер сүйреген арбаны жылдармен ілесе жылжытып, ұйымның ұйғарған көмбесіне жеткізген. Үш боз тарланымыз өз мойнында халықтың қамытын сыпырып, басқаға беру алдында отыр. Чоқан, Тоқтамұрат, Мазытай қатарлы үш жолдас. Әр қайсысы 30 жылдан артық уақытты бір күнде өткізіп, бір адам істесе, бір ғасырдан артық істейтін істі таңқпен орындады. Олар өздерінің жастық шағын, халықтың өздерінің ұрпағына арнап, оларды рухани жақтан, заттық жақтан азықтандырды. Олардың бергенінің көбі көзге көрінбейді, қолмен ұсталмайды. Бірақ оның ролы нәрі, ұрпақтардың ой санасында мәңгі жасайды. Ұстаздың өзгеден парқы, қадір қасиеті міне осы. Парқ арқылы айырылады. Бұны осы отырған барлығымыз мақтаныш санаймыз. Үш жолдастың әрқайсының бізге үлгі боларлық үйренуге татитын ерекшеліктері бар. Оны осы арада айтып тауыса алмаймыз. Мысалы, Чоқан мұғалім өзінің қызмет орнында оқытушы, класс жетекшісі, кәсіподақ төрағасы, мектеп яшикасының жорасы болған кездерінде істеген істерінің нәтижесі өз кәсіптерінің алды болды. Оқытушы еңбегінің бағасы оқушымен өлшенеді. Чоқан мұғалім оқытумен шұғылданған мезгілінде
Оқыту тәлім тәрбие жағында, оқушыларды кәсіптік мұрал жағында ұйыммен жолдастарын разы ете алды. Ұйыммен оқушыны ғана емес, отбасында ұрпақтарында разы ете алды. Тоқтамұрат жолдаста өз кәсібін беріле зерттеп, оқытушы оқушылар үшін, қоғам үшін қажырлықпен жұмыс істеп, адамдарға тең мәміле жасап, жұмыс түрін талғап, стажын бұлдамай, жасы жетсе де елпектігімен елге жағып, уудың үйіндей өз терісін өзгеге жапсырмай-ақ, күйікті жазатын жаңалық жаратып көпке танылып отыр. Маздай жолдас оқушыларға өз анасындай қамқоршы болып, қайнатып чайын, қасықтап сайын беріп, қасқанмен қазанын арқалап, оқушымен отынға барса да, оқуға барса да бірге болып, жатағында жастықтас болып, оқушыны өз баласынан артық көріп, семья жағдайының қызметке қиындық тудыруын елең құрлы көрмей, мұқият жауапкершілікпен балаларымен қосып бізді де бағу міндетін орындады. Ол күзет міндетін орындаған кезінде мектептің ине сабақ жібіне қиянат етпеді, жоғалтпады, білдірмеді. Жолдастар, бұл олардың бірерісінің мысалы ғана. Олар өздеріңізге қандай ақыл кеңестер беріп өнеге қалтыралды. Ол әр қайсымыздың ой санамызбен байланысты. Олар қызмет істеген кезінде жұмыс бөлісіне қалай бойсынды, өз міндетін қалай орындады. Қызмет орындарында өзгеріс болғанда қандай бейнеде болды. Оның бәрі өздеріңізге белгілі ғой. Чоқан мұғалім науқас кездерінде операция істегеннен кейінде қандай жұмыстар істеді. Тоқтамұрат табиетке санап, лимен пыңнан құрап, міндетті қалай орындады. Маздай семьясында сондай ауыр қиыншылықтар болғанда да ұйымға артық талап қойып көрді ме, міндетті қалай орындады. Қазіргі қалай жұмыс істеуде, бұны барлығымыз ойлануға, есте сақтауға тиіспіз. Қазіргі адамдарда ақыл айтыстан ашу шақыратын, жетерсіздігін айтыстан жек көретін әдеттер бар. Осы алдыңғы буындарға қызмет барысында қанша рет қатты айтылып, қанша рет сындалған білесіздер ме? Ақылмен сынды қойып, қатты айтқан қалжыңды көтермейтіндеріміз бар. Біз бір-бірімізге қадырымыз бұдан кейін тіпті де білінеді. Иә, біліне берсін, оны естен шығармауға тиістіміз. Адам жас күнде бір бала, қартайғанда бір бала дейді. Сіздердің жастықтарыңыз орындай алмай қалған, үмітке толы, жауапкершілікпен жалғастыратын істеріңізді үлгі көрсетіп, бұдан кейін де жалғастыра берулеріңізге тілеулеспіз. Дәл осындай алдыңғылар аман-есен даңқпен демалысқа шыға беретін, артқылар олардың орнын өгейсітпей, артқы жұмысты алаңсыз жалғастыра берді. Барлығымызға ұрпақтың үмітін ақтайтын осындай орай нәсіп етсін. Аман сау, бақытты болыңдар, бос торландар. Табыс төрінде тағы да кезге берейік. Барлықтарыңызға бақыт, байлық, денсаулық тілеймін. Мен сөзіне Сөзге ұсыныс етіп қояйық. Қане қарсақ қойыңыздар. Барлық көпшілік оқытушы семья адамдары сәлеметсіздер ме? Бүгін Чоқан, Маздай, Тоқтамұрат қатарлы орта мектептегі ізгі қайраткер пенсияға шығуға тиісті жолдастарды осы чай мәжілісі арқылы пенсияға шығару алдында отыр. Жаңа мектептің шығарған осы үш жолдастың тарихтан бері істеген еңбектері жолдастардың көз алдына елестетіліп өтілді. Мен де осы мектептің қорытындысына қосыламын. Біздің айтарымыз, біздің осы қарт жолдастарымыз сияқты жұмыс кезінде ерінбейтін, өкіметтің ісін өзінен жоғары қоятын, халықтың баласын мұқият үйрету жолында тырысшаңдық істеп, көптеген істерді зерттеу жүргізіп, оқу сапасын жоғарылатуға ерекше үлес қосқан ұлы еңбектерін әсіресе жас жолдастар өнеге алып, мойнына алқа, омырауына теңге қылып табыларын үміт етеміз. Әсіресе осы үш жолдастың ізгі істерін көрнекті үлгі ете отырып, бұдан кейінгі мектептің оқыту сапасын өсіруге, мектептің шарт жағдайын өсіруге күш салуын үміт етеміз. Басқа пікір жоқ. Пенсияға шыққан жолдастардың дені сау, қызметінің табысты, семья шаруашылығын гүлдендіріп, басқалардың алдында ақылгөй болуын үміт етеміз. Мектептерден, көршілес бөлімше пөнкеттерден келген жолдастарды сөзге ұсыныс етіп қояйық. Ал Түсіпбай Солжын, екінші бөлімде. Біз бүгін мына орта мектептен демалысқа шыққан үш жолдасты шығару мұрасымына қатынасып отырмыз. Жоғарыда мектеп әкімшілігі, мектеп яшикасы бұл үш жолдастың қызметін дұрыс тұрақтандырды. Бұдан кейін
biz осы жолдастардың басып кеткен, істеп кеткен істерінен үлгі алып, халықтың ұрпағын жақсы тәрбиелеуге бастамашы боламыз демекшіміз. Дендерінің сау қызметтерін табысты, бақытты демалыстарда болып көп жас жасауын тілейміз. Ondan bugün Çoğan Muğalım, Tohta Murat Tayful, Mazday, Ağa. Bugün demasqa çıqıptı. Biz жолдастың демасының көңілді істерінің ilgari болуын талап етеміз. Әрі осы жолдастардың осы Сарчоқта мектепте ізі қалды. Енді осы жолдастардың тапағаштап қызмет істеген рухынан біз жас жолдастар үйренеміз демекші. Рахмет. Mazday, Tohtamrat Çolağustардың пенсияға шығу чай мәжілісіне қатынасып отырмыз. Бұған рахмет. Бүгістердің бұдан кейін семьясын бақытты болуын және семьясын дамыта беруіне тілектестік білдіреміз. Демалысқа шыққан жолдастардың семья уәкілдерін сөзге сөз етпейік. Қане? Çoğan Muğalım, Tohtamrat Tayful және менің ағам осы істердің орта мектептен демалысқа шығу рәсіміне қатынасып отырмыз. Осы байланыспен мен бұл істердің және мектептегі жауапты жолдастардың бұл істердің қызметіне ерекше нақтылы дұрыс баға бергендігіне рахмет айтамын. Сондықтан бұл істердің бұдан кейінгі өмірлерінің бақытты болуын тілеймін. Жолдастар, қызметтестер, және семьядан келген жалпы туыстар. Сіздер бүгін пенсияға шыққан бірнешеуімізді шығарып салу үшін қымбатты уақыттарыңызды қиып, жиналып, осы жерге бас қосып отырсыздар. Бұған пенсияға шыққан жолдастар атынан сіздерге мен ерекше рахмет айтамын. Енді біздің ғой өмір сапарымызды жоғарыда мектеп Мардан жолдас, мектеп партия шикасы атынан, мектеп әкімшілік атынан дұрыс қорытынды жасап кетті. Шындығында да сондай жұмыстар істегенбіз. Осы отырған жолдастардың көп сандысы менің оқушым. Кейбіреулерін бірінші класста қабылдап, мен өз қолыммен қабылдап алған барадар. Қазір өзімен қызметтестес болдым. Бүгін пенсияға шығып алды да тағызатып салып отыр. Одан кейін қызметті бірлікті істедік. Осы орта мектептің ана ауласының ішінде мен 42 жыл жүрген екен. Орталау мектеп сатысынан күні бүгінгі дейін есептеп көрсем 40 неше жыл болды. 65 жылы мектеп бітіріп кеткенбіз. Ол кездегі мұғалімдарымыз біздің өздеріңізге түсінікті бақытқан мұғалім, қаттен сенір болған, және осы сияқты енді мұқаметқан мұғалім, аятқан мұғалім, қатарлы мұғалімдер болады. Бізді ерекше талап қойып, жоғары дәрежеде тәртіп түзім дегенді ерекше қойып тәрбиелеген. Біз ол жолдастардың ойлағанынан шығалдық, шығалмадық. Ал кейінде біз сіздерге осындай талап қойып тәрбиеледік. Өміріміздің сапарында көптеген істерге кезіктік. Көп адамдармен жолдас болдық. Бірақ осы барысында мен өз басымды қарап қарағанда сіздердің алдарыңызда ерекше кешірім сұрап кететіндей қателік, кемшілік, көңілдеріңізді ауыртатындай жағдай өткізбегендігіме өзім кәміл сенемін. Өйткені менің бір дәріптейтінім ынтымақ. Ынтымақ деген нәрсе қай жерде болсын, отбасында да ынтымақ кететін болса, семьяңыздың бірлігі бұзылады. Ал коллектив яки мектеп орындары, немесе тіпті мемлекет жөнінен алып қарағанда ынтымақ бастарында дәріптеледі. Сондықтан сіздерге айтарым, бұдан кейін мектебіміздегі жалпы жолдастардың басым көпсандысы жас жолдастар.
ынтымақтаса отырып жұмыс істесеңіздер болады. Ынтымақ сіздердің жететін негізгі мұраттарыңызға жеткізеді. Екінші бір айтатын, сіздерге қоя кететін тарап, біз ұстазбыз. Ұстаздың өмір жолы деген жалпы алғанда бұл өздеріңе түсінікті. Ұстаз деген өзіндегі бар білімді басқаларға беріп, ең соңында өз жоғалады. Сізден не қалады? Білім қалады. Сондықтан сіздер, мәйлі біз болайық, жақсы, мынау қоғамға жарайтын социализм құрушыларды жетілдіру үшін күш салсақ. Мәдениетті ұрпақ тәрбиелеу. Әсіресе ұлтымыздың мәдениеті төтенше төмен жағдайда екендігін сіздер түсінсеңіздер болады. Сондықтан бұл жағындағы тәрбиені мен айтпасам да өздеріңіз толық түсінесіздер. Бұл бір қойып кететін тарабым. Енді үшінші тарабым, сонда бүгін мына үш жолдас кеше ағасының дегендей семьяға барып бір дәм татып қайтуды орналастырғанбыз. Оны бүгін біздің үйде болады деп қарағанбыз. Екі жолдас қосылған. Осы топтарыңызбен және сырттан келетіндер бар. Біреулеріңіз қалмай. Үйге барып дәм татып қайтасыздар, арақ ішесіздер, таныс ойнайсыздар. Енді оны осылай айтамыз ба, Үйінген бар ма? Осы екен. Енді ең соңында бір жұмақ өлеңім бар. Бір жұмақ қане. Осыған бір талай нәрсе сыйғызып жібердім. Әзір жазып едім. Тірегін тіршіліктің сапарында өздеріңдей жолдас болдым аталуға. Деніміз сау, күндеріміз көңілді боп, бір жүрейік 2000 жылдың сапарында. Жарайды, рахмет жолауса. Бауырлармен, келіндермен, қарындастармен бірге бір қанша жүрдім. Жалпы істеген уақытым 30 жыл. Біреудің тұмауы, біреудің күйігі, біреудің онысы, біреудің бұнысы дегенде диреккенім жоқ. Осы күні бүгінге шейін істеп, осы өмірімменен сіздердің алдарыңызда кеттім. Бірақ өзім осы мектепке келгеннен бері қарай бір сіздермен ренжісу, мынандай деу, үлкен артық ауысып кеткен жерім жоқ. Басқалай менде көп айта қоятын ісім жоқ. Мына Чоқан жолдасы айтты, ертең орналасуы кешкі сағат 6-5 мөлшерінде біздікінде болса дегенбіз. Бұның ішінде менің бір 4 оқушым осы мектептен аттанған. Әсіресе менен гөр сол балаларыма бір тілеуді артық жасап берсем деген оймен сіздерді жалпы шақырмақшымын. Енді бір талап. Мен осыған жыл осы кәсіппен шұғылданған екем, әлде де мектептің бұдан кейін де көретін, істейтін жұмыстары болса, мен бір қазаурап, аяғым ақсап, қолым көрмей, көзім неметіп тұрған жоқ, сондықтан мен әлде де істеп берсем бола береді. Талап қылған уақытларыңыз болса, тұмау-сымау, әйткен бүйткен болса, мен көріп беремін, және сонымнан таймаймыз деген сетпіз. Барлық саптастар, және қарындастар, бауырлар, келіндер, барлықтарың бүгін бізді қадірлеп, 30 жыл қызмет істеп, жақсы өнеге көрсетіп, ауылымызға қайтарға өтсіңдер. Бұған көп рахмет. Жоғарда Мардан мұғалім біздің істеген еңбектерімізді дәріптеп көп деп айтып кетті. Бұл менің ойлағанымнан жоғары жақсы еңбегімізді көріп мектеп, ұйым жақсы айтыпты. Мен өзім осы қанша жылдық өмір жолымда осындай ауыз толтыралық еңбек істеп бере алдым бекен. Халық осындай, халықтың ағартуына осындай еңбек сіңіріп бере алдым бекен дейтін ойда болатын. Мен де 20 неше жасында осы мектепке келіп едім, қазір 50 қаншаға келдім. Осы екі орталықта көптеген балаларға ұстаз болдым, ана болдым. Осылардың ішінде де менің қолымнан дәм татқан, маған оқушы болған оқушылардың барлығы отыр. Сондықтан барлықтарыңа көп рахмет. Менің ақуалымды өзіңдерің толық түсінесіңдер. Кейбір жағдайларда жоғарда
Шужи айтқан сияқты көптеген ауыртпалықтар маған кезікті. Ол барыста да бір-бірім жақтан өзім тырысшаңдығыма сүйендім. Bir жақты ұйымға сүйендім. Ұйымның осы отырған көпшіліктің сондай бір ауыртпалық түскен кездерде маған істеген қамқорлығына көптеп рахмет айтамын. Жаңа жолдастар жоғары жақта айтып жатыр, енді ертең біздің үйге түстің алдында барып бір дәм татып қайтсаңыздар демекшімін. Онан кейін енді мен де шолақ тіліммен бір күлейтіп өлең жазып қойып оқып берейін. Барлық саптас мінеки қош айтқаным, естеңде сақталсын осы айтқаным. Тағы шеру тартқанда болашаққа, ұмытпаңдар саптастар дос айтқаным. Демалысқа шыққан жолдастарға естелік бұйым тартып өтеміз. Енді осы үш жолдасқа біз ат мінгізіп, атан жетектесек те, машина мінгізсек те артып кетпес еді. Бірақ мектептің жүзіндік жағдайына қарай отырып енді естелік бұйым тартып өтеміз. Қазақта орамал том болмайды, жол болады дейді. Жолдастар естелік бұйымын қабыл алсын, одан кейін мектептің естелік ретінде көзіндей көріп сақтап. Ұсынамыз енді. Алдымен үш жолдасқа алдымен үш жолдасқа тақия кигіземіз. Бірінші тақиясы кигізіп қойыңыздар. Жол болады деген секілді жұмысшылар ұйымының, осы көпшіліктің, мына қарт жолдастарға берген кім бергеніздер, сіздер де жақсылап отырып, шайын қайнатып, ұйып, мына кісілерге шалымыздың шайын қайратып біздің әдебиет сырасын бітпей салғасы бар екен. Шолаусымен алдымыз 16 жыл, артымыз 10 жыл. Кейбір оқушылары 1 жыл жолдас болған екен. Енді жаңа сапарға аттанып баратыр. Осы сапарында кемпірі мынаған ақшайды қайнатып. Сапардың қайсы? Дәуесен бастайсың ба? Қол алыспайын. Келесі кезде жетінші мектеп естері деймін сұрады. Көп нәрсе емес енді. Естен тұтыспай жүрген жері. Ақ тұрғызып қой, қолдарыңыз қарыңыздар, естеп деймін. Қолдың ұстатпай тұрсын. Қане? Қолдарыңыз қарыңыздар, ұстап естеп. Жоқ, үндемесін ұстап. Қарсақ қойыңыздар жоқ.
естелік күйімізден. Ал бұны біздің көңіліміз енді. Халықтың уақытымызда. Жарайды. Экономикалық ахуал жақсы болғандықтан жолдастарға нақтылы ұсынып жатыр. Қарсақ Мына кісі Саршоқ ауылдығы оқу ағарту кеңсесінің жуырыны Бейісқан жолдас. Енді бүгін үш оқытушыны осы оқу ағартудың ордасы болған Баркөл көлеміндегі Қара шаңырағы Саршоқ орта мектептен аттандырып отыр. Енді осы аттанып бара жатқан үш сақа оқытушыға сіздің қалай айтарыңыз бар? Кәне, Бейісқан жуырын. Рахмет, жолдастар. Бүгін Саршоқы орта мектебі үш жолдасты пенсияға шығарып, демалысқа шығарып отыр. Осы қимылға бізде қатынасып отырмыз. Енді біздің айтарымыз, әсіресе бұл екі жолдастың бұдан бұрынғы өмір кешірмелерін мектеп ерекше қорытындылады. Бұны үш түйінге жинақтауға болады. Біріншісі, бұлар мұқият, партияның саясатын мұқият атқарып, оқыту қызметін ерекше үлес қосқан. Екіншісі, мектеп шарт жағдайын жақсартуға ерекше үлес қосып, өз 30 жылдық өмірін осы мектеп ауласында, мектептің ауласын жасылдандыруға ерекше үлес қосқан. Әсіресе айта кетеріс, Саршоқ ауылдығы екі негіздік оқу ағартуды автоном районға өткізіп беру барысында бұл үш жолдастың көрсеткен елеулі еңбектері өте зор. Біз Саршоқ ауылдығы екі негізді өткізіп беру барысында автоном районының бағалаушыларының ерекше жоғарғы бағасын ие болдық. Бұл емес, қайтада мектептің көркеюіне, оқыту сапасын жақсартуға бұл жолдастар ерекше үлес қосқан азаматтар. Бұл жолдастардың сапарының сәтті, семьясының бақытты болуын тілейміз. Ал осы жолдастар 30 жылдық кешірмені бастан өткізіп бүгін семьяға қайтқан екен. Ал қалған жас оқытушыларда осы үш жолдас сияқты өмірінің ақырына дейін десек те болады. Оқыту қызметін, мектеп шарт жағдайын жақсартуға ерекше үлес қосып, осы жолдастардың ізімен жүруін талап етеміз. Басқа көп пікір жоқ. Саршоқ орта мектептің ешайка шужиы әрі мектеп меңгерушісі Мардан жолдас. Бүгін өз қолынан осы үш сақа пенсионерді аттандырып отыр. Енді біз төменде Мардан Жаужаңның осы үш оқытушыға қарата қандай айтар, өсиеті және қандай тапсырғы бар екен, көпшілік тыңдап көрейік. Кәне. Мен жоғарыда да айтып кеттім ғой жолдастар. Үш қарт ағартушымыздың еңбегі ұшан теңіз. Оларды біз бірер ауыз сөзбен, бірер бет қағазбен айтып өтуге болмайды. Астығып жазғанда да жолдастардың еңбегін 6 бетке жазыпты. Әрқайсының 35-33 жыл істеген еңбектері бар екен. Үш адамның осы істеген еңбегі бір адамның 100 жылдық қызмет барысына тең келеді екен дедік. Оның әр күнін парақтап жазсақта жазып төгетуге болмайды. Біз оқу ағарту саласындағылар, өзін өзі сыйласа жат жанынан түңіледі дейді. Біз өзімізді өзіміз сыйламасақ ағартушылар, өзімізді өзіміз құрметтемесек, өзіміздің өнегемізден өзіміз үйренбесек, жақсы тәлім алмасақ, онда басқалар тәрбиелей алмаймыз. Біздің міндетіміз ұрпақ тәрбиелеу болғандықтан, бұдан кейінде кейінгі жастар бар, осы алдыңғы қарт жолдастардың өнегесін үйреніп, алдыңға мұрагер, кейінгі бүйрагер болып, бұдан кейінде бұл жолдастардың қызметін ақсатпауға біз көпшілік серт береміз. Ал бұл жолдастардағы семьяға барғаннан кейінде, семья шаруашылығын шалқытып, бұдан кейінде ұрпақтың, қоғамның күткен үмітін ақтап, өздер осы қарт ағартушылық бір даңқ атына тақ келтірмей, бұдан да жақсы қызмет істеуін, семьяларының бақытты, тұрмыстарының жақсы болуына тілеулеспіз. Мен сөзіме. Жарайды, рахмет.
Жолдас Сарчоқы орта мектеп арысы қалқарадан берісі мемлекет автоном көлемінде озаттар шыққан көне білім жұртының біреуі. Кәне Қайрат Жаужаң, сіз осы жөнінде не айтасыз? Жарайды. Жоғарыда жолдастар демалысқа шыққан үш жолдастың еңбегін тұрақтандырып кетті. Енді осы үш жолдаста ағарту саласында өзінің біргісілік үлесін қосып, өмірінің жартысынан көбін халықтың ағарту ісіне арнады. Бүгін таңықпен демалысқа шығып отыр. Енді бұл кісілерге айтатынымыз, алдағы жерде дендерінің сау қызметінің табысты болып, семьясының бақытты болуын тілейміз. Сондай-ақ мектептің оқыту қызметіне, сондай-ақ мектептің басқа да қызметтеріне өздерінің көптеп ақыл кеңес беріп тұруын үміт етеміз. Рахмет. Енді міне жерде бүгін осы кісілердің зайыптары да қуанышты шығарып салу салтына қатынасып отыр. Енді көпшілік осы кісілердің бүгінгі мереке қимылына болған қандай қуанышты көңіл күй лебіз бар екен? Кәнекей? Кәнесіз. Бүгін біздің жолдасымыздың пенсияға шығу байланысымен мектеп шығарып салу салтын өткізіп отыр. Бұған мен бірден бір алғыс айтамын. Бұнан кейінде ауру демдеп ажалға арашашы болып, осыдан кейінде өмірдің ақырына дейінде ішқып жалғасты осы қызметін істеу үшін, және де қалған өмірін көмектесіп, осыдан кейін жалғасты қызмет істеуіне мен де біргісілік үлесімді қосып, барғаннан кейін бара-шағамыздың, ұрпағымыздың, және де осы мектептен ұшқан бірқанша баламыздың қосып тілеуін істеп, жалпы мектеп мұғалімдеріне өз сый-сипат құрметімді көрсетейін. Бұған және сіздерге рахмет айтамын шығарып салғанына. Алейкум рахмет. Рахмет. Автономға белгілі марқұм Бақытқан мұғалімнің да шешеміз отыр екен зайыбы. Осы күсте қандай бүгінгі мерекеге көңіл күйі бар екен, көпшілік тыңдап көрейік. Мен бүгін мына мектебіміздің осы үш оқытушыны демалысқа шығару байланысымен өткізіп отырған жиынына қатынасып отырмын. Бұл кісілердің ұрпақ тәрбиелеуде адамдарды, бала-шағаларымызды жетістіріп, мұратты етіп тәрбиелеуге көптеген үлестерін қосты. Денсаулығымыздың бұзылған уақытында Тоқтамұрат сияқты доғдырлардан үнемі көмек тілеп отырдық. Бұл кісілерді шығарып салу байланысымен енді мен бұл кісілердің деніне саулық тілеп, бұдан былай да халық үшін, отан үшін істеп, ұрпақты, өз ұрпағында басқа ұрпақтарды жақсы тәрбиелеуіне тілектестік білдіремін. Рахмет. Сақа пенсионеріміз бар. Бүгін осы мектептен аттанып барады. Енді осы аттану алдында бұдан кейін ұйымға осы мектепке орынға қоятын қандай талап өтініштері бар. Уәкіл атынан біз тыңдап көрейік. Көпшілік қарсы алып қойыңыздар. Жолдастарға айтар көп талап жоқ. Біздің Сарчоқ орта мектебі өзімізге және автоном районынан бері қарай тіпті әр ұлт халқына түсінікті мектеп. Бұл мектептен қыруар талантты адамдар, қыруар ұрпақтар мектеп бітіріп, қазір социалистік құрылыс үшін елеулі еңбек сіңіріп жұмыс істеп жатыр. Мен өзім және мына пенсияға шыққан екі жолдас осындай бір аты бар мектепте қызмет істегендігімізге ерекше қуанамыз. Өйткені мектептің жағдайын жаңа мен жоғарыда түсіндіріп кеттім. Ендігі біздің қояр талабымыз, күрделі талабымыз жоқ. Қалған оқытушы, қызметші, жұмысшы жолдастардың бұдан кейінде жақсырақ жұмыс істеп,
мәдениетті ұрпақ жетістіріп, ұлтымыздың мәдениетін алға қарай жетектеп, алғымтылып, дарынды оқушылар тәрбиелеуін үміт етемін. Басқа ерекше қоятын тарап жоқ. Одан кейін енді жолдастар, біздің еңбегімізді бағалап жатыр. Бір жағынан дұрыс бағалапты, енді бір жағынан бізде оншалық еңбек сіңіріп кеткен жағдайда жоқ. Артығырақ бағалапты. Бұған ұйымға, жолдастарға, жалпы осы отырған жолдастарға рахмет айтамын. Басқа пікір жоқ. Дендеріңіз сау болсын. Шинжаң қазақ әдебиетінде жаста болса көрініп жүрген Құсман Әуезов мұғалім бар. Бұл жолдас осы кісілермен әсіресе кәсібі әдебиет болғандықтан әдебиет ісханасында көп бірге жасасып кеткен. Құсман мұғалімда қандай бір осы мерекеге шашу бар екен, көпшілік тыңдап көрсек. Алдыменен осы қарты ағаларға амандық тілеймін. Бұл кісілердің алды сонау біздің бала кезімізде алғаш орталауға келгенде қысқа шаш қойып, костюм киген жас жігіттен қазір буырылбас шалға айланды. Осы ғұмырын біз үшін арнады. Осы ғұмырларын бізге ұсынды. Бұлайша айтқанда Шоқан мұғалім Мазытай ағалардың қолынан дәм татып, алдынан сабақ оқыған шәкірттеріміз. Біз осылардың иығына шығып тұрып, дүниені көре алдық. Сол үшін мен мақтанамын. Ал енді Тоқтамұрат ағамызды айтсақ, ол кісінің жолы бұдан тіпті өзгеше. Біздің басымыз үстізіп, балтырымыз сыздаған кезде сол кісінің шипалы дәрілеріменен емделіп, бақытты күндерімізді қайта таптық. Сондықтан бұл ағаларымыздың күндерінің бұдан да сәтті болу үшін мен төмендегі өз көңіл күйімді білдіріп қояйын. Жылда ұнатып 30 көктем, 30 күз, қас қаққандай біле алмай біз отырмыз. Өз міндетін тамамдаған қарттарды жақсылықпен қош дегелі жатырмыз. Амандығын берсін тағдыр мал басқа, жете жығыл 90 менен 100 жасқа, туған елдің батагөй болып сіз ие болып, басы менен жан басқа. Өмір бейлі маңдайынан өпкен жел, бірін-бірі ығыстырат көктемдер. Шоқпардайын күлін тағып кеудегі алағайын ауылына беттеңдер. Айдонда енді міне жерде үш пенсионер жолдасымыздың мектептес мұғалима жолдастар отыр екен. Кәне мұғалималар уәкілетінен қандай көңіл күйдеріңіз бар? Бүгін біз мектебімізден Чоқан мұғалім, Тоқтамұрат ағай және Мазытай жездейлерді таңықпенен пенсияға шығару қимылын апарып отырмыз. Бұл кісілердің еңбегін жоғарда мектеп, шу жүйі және де жолдастар тілмен айтып жеткізе алмай жатыр. Бұл кісілердің 30 жылдық қызмет барысындағы істеген еңбектерін раста айтып түгетуге болмайды. Өмірінің жартысынан артық уақытын тек ұрпақ тәрбиелеуге, үш ағайдың кәсібі үш түрлі болса да, осы ұрпақ тәрбиелеуге арнап, бүгін таңықпенен пенсияға шыққалы отыр. Мен осы байланыспен осы кісілердің бұдан былайғы денінің сау, отбасыларының көңілді, тұрмыстарының бақытты болуына тілектеспін. Рахмет. Рахмет онда. Сіздерге де осы кісілердің жолын беріп, аман сау, осы ағарту ортасынан аттана беріңіздер. Пенсияларың біреу істейді, мына апарып таяқ тұрамыз. Десең міне батаң, дарысын қызыр атаң. Қызырың қияласын, бақыттың ұяласын. Кен пейіл берсін, кетпес ырыс берсін. Байдың малын берсін, патшаның тағын берсін. Жастарың ұрпақты болсын, көгендерің бұршақты болсын. Талаптарың алып тияншаның тауындай болсын. Бақыттарың ұлы бар көлдің көліндей болсын. Bir рахмет, икер рахмет рахмет. Аллах акбар, рахмет. Ой, браво, ақсы. Комын оршы.
gününde, Şamanın bar gününde hükümetin parasını ötep, осы bir resmiyetlerin үйge aman esen qaytып gelip, benim bala çağasının otbasında bakıtlı turmuş geçirim degen çarvaşılığın çalkıtıp, öz жұмысымен aylanысу, бұл bir bakıt. Muğam verdi. Muğam verdi. Kent beyil ketme sırış versin. Bay devletin versin, peygamber bereke versin. Dileğin kabul murat nasıl? Allah. Amin. Ömür yaşlar, ketmişsiniz, keng beyler, netlik etleyen kabulsun. Allah Allah. Sizге қарап, бала қарап, кісіге қарап жазып отырған көрінсін. Жоқ, басқа да жұмыс бар ғой. Жоқ, ана кісі тұрғанда мына әзеканы отыру. Олайсыз да ғой? Некем шыққан ден ба, жанған ден ба, Басқа тебесі қояңыз. Онда енді мына Дастарқанымыздың басында отырған Мүкөңнің үлкен жеңгесі бар екен. Кәнечешей бүгін осы Дастарқанға Мүкөңнің осы бір қуанышты аман есен пенсияға шығу орайына осы қимылға қандай лебізіңіз бар? Көпшілік сіздерге, баладарлық бәрде партияға, бәрде кәдір болды. Партияның арқасында. Көп-көп рахмет айтамын. Баладардың бәрі не білек айлықшы болды. Бәрі қызметке шықты. Бұндай сөйлегенді қойып, ұқпайды екенбіз. Енді партияның арқасында көп сөйлей алмасам деді. Оң шындығын айтса болды. Ол құрмет көресен. Партияның арқасында мынандай
жақсылыққа жеттік міне. Партияның едік, мына көпшілік сіздерге айтатыным. Рахмет. Партияға да рахмет. Одан артық сөйлеймін, көп сөйлемеймін. Енді міне жерді аттандырып салып, мектепте мектеп басшылары да отыр екен. Кәне месей журын көп уақыт тоқаңмен бірлікте қызметтес болып, басшылық қызметін істеп келгенсіз. Өзіңізде осы дастархан қала келген жақсы өнер тартуы бар шығар. Рахмет. Біз енді бүгін мектебіміздің қарт қызметкерлері Чоқан, Тоқтамұрат, Маздай жолдастарды демалысқа шығару мұрасымен өткізіп отырмыз. Соның ішінде әзір Тоқтамұрат жолдастың семьясында дастархан үстінде отырмыз. Жолдастарменен ұзын уақыт жолдас болдық, дәмдес болдық, қызметтес болдық. Қызметті бұл жолдастар ойдағыдай сәтті істеді, ойдағыдай орындады. Тоқтамұрат жолдас мектептің артық жеп қызметінде, соның ішінде емдеу кәсібімен шұғылданды. Мектептің жүктеген біргісілік міндетін тыңғылықты орындаумен бірге, қоғамдағы жамағаттың ауру науқастарын емдеп, давалап, сақайтуда елеулі еңбектері бар. Бұған айырым тоқталса да артық болмайды. Енді барлығын дәріптеп отырып, уақыт байланысымен қиынырақ. Сондықтан бұл жолдастардың енді отбасына келгеннен кейінде дендерінің сау, бала чағаларының аман, семьяларының бақытты болуын тілеймін. Менің айтарым осы. Бүгін Тоқаңды даңқпен пенсияға шығарып, семьясына аман-есен әкеп отырмыз. Бұл адам өміріндегі бірден бір кезігетін қуаныштардың бірі. Аман-есен өкіметтің қызметін 30 қанша жыл істеп, партия мен халықтың күткен үмітін ақтап осындай. Ағайын туыстың арасына аман-есен келу деген оңай іспақ адамның қолынан келмейді. Тоқаң 30 қанша жыл қызмет істеді. Сол 30 қанша жыл қызметте бір күнгідей өткізді. Жалаң аяқ дәрігер болды. Өкімет қызметшісі дәрігер болды. Оқу ағарту қызметімен шұғылданып, ұрпақ тәрбиеледі. Осының барлығында біз енді үлгі дейміз, өз ауылымыздың осы үлгі боларлық қызметкерлерінің бір. Біздің өз арамыздағы удың үйін десек те болады. Удың үйін басқаларға өз терісін жапсырып, күйіктен жазған екен. Тоқаң ондай әуре тартпай-ақ, құлақ естіген жер іздеп келетін осы күйіктің емкесін айланды. Бұл бірден бір өзінің төл еңбегі. Енді басқа уақыттардағы жаяу жалпы, қыстың суығында, жаздың ыстығында, тау асып, тас басып, арысы Қосарал, берісі Сарчоқы екі ортасында шақпыласа, енді шақырған қажеттерді болғанда, Чаңяң Мушаң дейміз, көл бойы дейміз, осының талай жеріне барды. Осында оларға ешқандай шарт жағдай қоймады. Маған мәшін екел, түн екен, күн екен демейтіндей. Бұл рухы біздің үйренуге тиісті рухымыз. Осындай рухын жалғастыра берсін, кәсібінде жалғастыра берсін. Семьясы бай бақытты, дәулетті болуына тілейміз. Көпшілікке рахмет, ағайын туыстарына рахмет. Арамызда енді Тоқаңмен бірге пенсионер болып отырған екі пенсионер ағамыз бар. Енді осы кісілердің қандай лебіздері бар екен? Бүгін Тоқаңның отбасына келіп отырмыз. Мен, Маздай, Тоқаң үшеуміз Сарчоқ орта мектебінде табаны көріктей 30 жылдан астам уақыт қызмет істедік барлығымызда. Кеше жолдастар да бағалап айтып жатыр. Үш адамның істеген қызмет уақытын жинақтасақ, бір ғасырға, 100 жылға таяу уақыт екен. 90 жыл.
Жалпы алғанда Тоқаңда осы 30 неше жылдық қызмет барысында елеулі еңбектер сіңірді, нәтиже жаратты. Әсіресе мына ауруды емдеп, адамды арашалау жұмысы барысында көптеген нәтижелерді қолға келтірді. Күйік дейтін науқас бұл бір уақиятта кезік болатын науқас. Тоқтамұрат жолдас осы науқастың жалпы сырын толық түсінді, әр ғылыми жақтан осын зерттеп, күйген адамдардың дене мүшелерін сауықтыруға ерекше күш салды. Тоқаңның қолынан өзіміз естіп жүргенде 10 неше адам, 20 неше адам осы күйік науқасына душар болғандар келіп, жазылып, алды Тоқаңа рахмет айтып, сыйлық, байрақ беріп, осылай жұмыстар істеді. Жалпы алғанда Тоқаңның енді отбасына келіп отырмыз. Отбасының бақытты семьясының және дәулетті, бұдан кейінгі қадамдарының сәтті, бала шағасының аман, дені сау кете беруін тілейміз. Басқа пікір жоқ. Қана көпшілік онда енді аттандырып, ұзақ уақыт медицина кәсібінде істеп келген орта мектеп дәрігері Тоқтамұрат жолдас әзір осы отаға сатымен үйге келген меймандарға қандай лебіз бар екен? Көпшілік қызу қарсы алып қояйық. Барлық орта мектептегі бауырлар, жолдастар, қарындастар, келіндер, мен сіздерге төтенше қуаныштамын. Өйткені мен бір осы 30-қанша жылды өткөріп, өздеріңнің алдарыңда көптеген мақтау, көптеген істерменен мені бүгінгі күні семьяма, бақытты семьяма қайтадан түйшу деген даңқытпен пенсияға шығарып әкеп осыздар. Мен бұған қуаныштамын. Әрі семьямдағы бала шағамда, әйелімде, сондай-ақ барлық туыс-туғандарымда өте қуанышта. Мен өзім айтып отырмасам да, мектептегі жолдастардың, шужидің айтуына мен оқсас мен қызметін істеп бердім. Сондықтан мен бүгінгі күні осы қуанышыммен сіздерді күтіп алсам деген оймен отырым. Бірақ толымсыз да болу мүмкін. Сондықтан ренжімей, аз болса да көптей көріп, дәм татып кессеңіздер деген ойдамын. Бұдан кейін де мен осы қызметімді сіздер үшін, халық үшін әлде де шамам келгенше өліп қалмасам істеп берем деген сенімімді сіздерге білдіріп кеттік. Осы барлықтарыңызға денсаулық, бақыт тілеймін. Сонда мен өзім бір құты арақты жағалатып айланып құйып берсем, соны ішіп қойсаңыздар. Білдіріп көрмейсің ба? Басқа салмай қоймайын. Сіз алмасаңыз басқа салмай. Денсаулық қызметінің табыстығы тілеп берсін кішкене ұрттық қойды.
тілектесіп керек тастақпар. Громканың басталуын алдымен Тоқаң мен Зайыбы Какилат соғыстырып бір-бірін кішір. Артынан Какилат осы меймандарға қандай көңіл күйі бар екен ортаға қоя кетеді. Мен бүгін 30-ға жыл қызметін істеп күйші болып семьямызға қайтып келген шалымыз үшін жалпы осы тұрған орта мектептен келген басшылары, жалпы үлкен кіші мұғалімдері және әйел мұғалімдері шын жүректен осыларға рахметімді айтамын. Мұнан кейін ұрпақ тәрбиелеуде өзіміздің бір кісілік үлесімізді қосып, бала-шағамыздың осындай мұғалімдердей жетісіп, қоғамға бір ұлы үлес қосу үшін жақсы адам болуға, оларды жақсы тәрбиелеуге күш саламын. Жалпы кеттік, мұнан кейін шалымызда ауру науқасты жалғасты көріп, қызметін жалғас істеуге жәрдемші боламын. Көпшілікке рахмет, бұдан көп сөйлегенмін де. Келді рақай егеді. Ақсаға мейіздерін қайда қойсаңдар шей бала қазындықтан. Сәбейді. Мейіздеріңнің қойда қойсаңдар. Сендер әм түгеттігіміз. Тілшіліктен тілшілікті істеп жүрсің бе? Сайхан болып кетті ғой емес? Жа, ақтық Көл бойының. Бүгін 40 жыл қызмет істеп, таңпен пенсияға шығып, отбасыңызға аман есен оралып қайтып келдіңіз. Туыс туған, бала-шағаңыз, ағайын жігіжатыңыз осы дастарханда отыр. Қандай жақсы қуанышты лебізіңіз бар? Туыс туғанға деген. Мен өзімнен кіші інілеріме, үлкен жеңгелеріме, кіші қарындастарыма, бауырларыма бұдан кейін менің қоятын бір талабым тұр. Мен осы 30 жылды істеп, осы даңқытпен пенсияға шыққан екем, қалған бауырларымда, қалған інілерімде, қыздарымда, күйеу балаларымда, ағайын туыстың қай-қайсыдағы осы мен сияқты қызмет істеп, пенсионер болса, бұдан кейін ұрпақтарды және жетелеп, тәрбиелесе, біздің кейінгі жалғастыратын ісімізді осы ұрпақтарға тапсырып, осылардан үміт күтпекші, және осыларға мен өз неменемнен осы сықылды, өзіміз сықылды қызметтерді істеуіне, басқа адамдарменен ынтымақтасуына, жол жөнекей үлкен бір істерге жолығудан, басқалай істерден, қатерден аман болуын, осы бауырдарменен бірге қызмет істеу. Әлде де мен осы олар әлде кейін ұрпақтарды біз сықылды тәрбиелеп, жеткізсе, мен осы деңгейде 4 баланы балапан ұшырдым. Ол неменен десеңіз, осы партияның, одан кейін осы Сартоқ орта мектебіндегі мұғалімдердің нәтижесі екендігіне мен күні бүгінге шейін шешесі де, мен де разылығымды білдіремін. Бұдан кейін де қалған ұрпақтарымды, және мен туыс туғандарымды осы тәрбиелеуге мен де күшімді қосам. Демек, басқа
туыс туған бауырлардың айтатын болса, мен қабыл аламын. Бірімізді біріміз сыйлауымыз керек, бірімізге біріміз бағынуымыз керек. Үлкенді аға, кішіні жеңге деген сықылды бірімізді біріміз сыйласақ деген. Осыдан ойым бар. Ал, жаңа қарай отыр. Пайғамбар күйеуін сыйлапты дейтін сөз бар атамыз қазақта. Бүгін мына атаң даңқпен пенсияға шығып келіп жатыр екен, бұған қаншалықты мақтанасың? Осы мақтанатынды айтып отыр. Мен бұнда енді мен ғой өзім әке шешем жоқ. Әке шешемнен айырылғаннан бері тұңғыш рет осы кісілермен осындай қайната қайнапам болды. Бірақ та әзірге шекім менің әке шешем оқшаш. Маған әртүрлі жол жоралғы, әртүрлі қиыншылық, әртүрлі қуаныш менен бізге. Осының бәрінен неған осы кісілер ортақ болып, осы кісілер маған бастамашы болып, маған үстіп, мен емес, менген 3-4 бауырым бар. Інім міне тұр. Қарындастарым бар осы бәрімізге ақылшы болып, осындай болып келе жатыр. Сондықтан мен өзім жөнін алғанда менің әкемде қызмет істеген. Бірақ та ол кісі осы күнді көре алмай кетті. Енді мына кісінің осындай бір күнді көріп, бүйтіп отырғанына мен ерекше қуанышты. Мейрам күлгім, мен бейне осы кісілердің баласы. Осы кісілер үшін айтқанда мен осы кісілердің тұңғышы болып отырмын. Былайша айтқанда. Сондық үшін осы кісілердің той думаны осы үй жалғаса беріп, бізге бақытты болып, осындай бір келешекте жарысымыздың осы кісілерге жетіп, қызмет уақытымыздың осындай бір уақыт болып, жалғаса беруін тілеймін енді. Маған қарай отыр. Бүгін мына ақ түйенің қарны жарылып деген сияқты абыр-сабыр мәре-сара болып жатқан жағдай. Әкең пенсияны орып, ауылыңа қайтып кел. Енді әкеңді қайтып күтесің, қайтып мақтанасың айтып отыр. Менің әкем 30 жыл қызмет істеп, әзір оны 30 жылды 3 күн көре өткізіп, әзір семьямызға қайтып келіп отыр. Мен осы кісінің қажырлы қарапайым рухынан үйреніп, халықтың бір қалаулы азаматы болу үшін тыртысып осы кісіден үйреніп жүрмін. Және семьяма қайтып келгеннен кейін әке шешемнің және де бақытты ұзақ өмір сүріп, осы семья үшін, бала шағасы үшін және де тырысып жалғасты біз үшін күресіп жатқандығына рахмет айтамын. Енді 30 жыл бірге жасасып, осы семья үшін, біз үшін бір қормал болып отыра беруін тілеймін, басқа айтарым жоқ. Жарайды. Сәріңгүл. Қане, Сәріңгүл, сен де құды жаңа жоғарыдан айтқандай, осы дастарханға деген, әкеңе деген жақсы сөздеріңді тастап отыр. Мен енді тастай түртімін жоқ, әпекемдерде, ағадырымда жезден болса да ағамдай болып сөйлеп жатыр. Мен енді бәрінен де әкеммен шешем ғой енді бәрін. Басташы болып жүретін, бәрімен өзгілік болатын осы әкеміздің іс-әрекеті, шешеміздің өнегесі. Сондықтан мен осы бір осындай бас қосу кезінде бәріміз де қызметшіміз, осы әке шешем сияқты бақытты болып, әкемнің жолын беріп, неме етіп, бәрімізді осы сияқты шағаңнан алып, неме етіп, тишу болып, алдын алып шағаң болмай-ақ тишу болып, осындай абыр-сабыр болып қызметтестеріміз шығарып салса, қандай жақсы болар. Осы күні. Інісі бардың, тынысы бар деп, бүгін ағаңыз пенсионер болып осы жерге сіз зыр жүгіріп, шар істеп жатқан көрінесіз. Сізде қуанышыңызды осы дастарханға ортақтастырып отырыңыз. Біздің ағамыз Тоқтамұрат 30 күнді бір күнгідей өткізіп, даңқпен демалысқа шығып отыр. Біз де осы кісінің жолын берсін деп тілейміз. Және
партияның халықтың арқасында осы кісінің осындай дәрежеге жетіп даңқпен пенсияға шыққандығын сонда осы кісінің енді осындай қуанышты немересін біз осы кісінің енді жолын берсін деп қуаныш білдіреміз. Жалпы туыс туғандар демекшімін. Рахмет. Атаңды көрсетсін. Айталмаймын. Берген бұрын. Экран алдында ашпай қоюға Бұлыс келші, бергеш бұлыс дейме. Бұлыс. Майра, жаным чақыршы. Микрофоны Бағадан бері дастарқан жайылыпты Тоқаңның ұзатып келген жолдастарына болған кең дастарқан ағдамен татып жатырмыз. Енді думандату, былайша айтқанда той думанын өрістетеміз. Сондықтан жалпы көпшілік бар, той думанда жақсырақ ойнап күліп қайсы деген тілек бар. Тоқаң маған енді құда деген атпен осыны жүргізуге біраз салмақ салыпты. О салмақты мен ауырсынбай қарсыламын. Сонымен бірге мінірау чимай Тоқаңа арнап бірдеме бар. Сол оқып тастайын. Оқығаны азғана, тоқығаны ғажайып, осындай бір адамдар бара жатыр азайып. Біз сыйлаймыз Тоқаңды, емші-домшы аталды. Жалғастырар деп білем емшілік бұл сапарды. Құдай алды кешірсін, өте бойдақ бабамыз, ата кәсіп өнерді жалғай алмай барамыз. Енді сізге айтарым, емшілікті қайталғын, көптің алып алқауын, дерттің бетін қайтарғын. Тезек батта десегер, оған аттап баспаңыз, науқас келсе алдыға емдеп домдап тастаңыз. 70-тен желіп өтіңіз, секіріп 80 кетіңіз, 90 жүзді көр алу, Құдай алды еркіңіз. Айырмасын Құдайым, қартайғанда кемпірден, қолтықтасып өтіңдер барғанда қыл көпірден. Солайда енді біздің ортамызға кеше чолаусыны шығарған кезде келмей қалған ауылымыздың бір ақын жігіті бар. Сол ақын азаматымызды осы Тоқаңды қарсалу толғауына шақырайық, қалайық, қарсалайық. Нан ұстап бер бар. Жасай берсін Тоқаңдай даналарың, жол бастайтын көшбасшы ағаларың, дәрігерді сыйлаған бабаларым, ақ батасын арнаған аналарың, бұл өмірде мәңгілік құрметтейік. Медицина жолында қаранарын. Талай адамда ғажабат көп, тілсім ойлар болмайды мазалап көп.
Toqan jayla söylesin bir iki avuz. Qal üstünde aman qap talayana, talay səbi jetilgen azamat bu. Үлкен кіші думанды ән салыңдар. Жақсағаның қадамын қарсы алыңдар. Ұлағытты осындай ұлылардың жолдарына үлгілі тамсаныңдар. Айтқыздыңдар жақсы өлің тербесін деп, қызық думан ортаны кернесін деп. Ең соңында айтарым ағамызға, тілеп өтім өнер өлмесін деп, еш жамандық басына бермесін деп. Қандай бір ауылымыздың басшысы келіп отыр екен. Қане осы көшбасшымыз Тоқаңның әрі көршісі екен. Осы байланыста Тоқаңның осы үйіне келген құт сапарына қандай тілек лебізі бар екен. Өлеңдетіп айтып тастайды бұл кісі. Майданға табан шығасың. Жоқ, болды осылай. Ой. Немене енді бүгін Тоқтамұрат ағаның орта мектепте дәрігер болып істеп, бір қызмет сапарын аяқтатып, демалыс сапарына, зейнеткерлік сапарына шығып, осы ортада қызметтестер және үлкен кішілер бас қосып осындай бір қызық думанды күн болып жатыр. Мен енді ақын емес, бірер ауыз лебіз білдіріп қояйық. Енді Тоқаң біздің көршіміз және жақсы көретін ағамыз. Жаңағы Нұрланбек бауыр айтқандай, Тоқаң жастайынан осы ажалдығы аурудыға арашашы адамдарға мерет беріп, тынбай қызмет істеді. Орта мектеп қызмет істеу барысында тек орта мектеп қызметімен ғана шектеліп қалмады. Қоғам әр саласынан қажет еткен адамдардың науқасын көріп, өзі белгілі медициналық мектепті арнайы оқымаса да, өз ізденіс жасап, өз тырысшаңдығымен халық арасында жақсы тәсер қалдырды. Бүгін енді мына зейнеткерлік сапарына шығып отыр. Алдағы жерде Тоқаңнан тілейтініміз біріншіден жаңағы Нұрланбек айтқандай осы өнерін демалысқа шықтым демей, және де жалғастырып, ауырған адамдарға мерет беріп, халық үшін және де қызмет істей берсе. Екіншіден тілейтініміз алдағы өмір сапарында жанұясы аман, ісілгері, дені сау, бақытты шақтарды өткізіп, бала шағасының игілігін көрсін деген тілек айтамыз. Мен сөзімді өтәді. Қана майданды кеңіз жүрейік.
Bağırlar var. Gençler var, azıcıklar var. Ha, şey. Orada bir işimiz değil. Ал секесіз Сарчоқ орта мектеп кәсіп одағы ұйымының төрағасысыз. Бүгін 3 пенсионерді аттандырып отырсыздар. Осы бір қуанышты мерекеге осы аттандырып отырған қызметшілеріңізге қарата қандай талап пікіріңіз бар? Жарайды онда. Біз бүгін Сарчоқ орта мектебінде ұзақ жыл қызмет істеген, әрі қазақ ұрпақтар үшін өздерінің жүрекқан маңдай терін арнаған ұлағат ұстаз және қадірменді ағайлар Чолаусы, Тодаеву және Маздай ағайларды аттандырып отырмыз пенсияға шығарып. Біз бұл үш кісінің ұзақ жылда істеген қадірлі еңбегін жоғарыда Мардан Жолдас толық тұрақтандырды. Біз көпшілік бұл Мардан Жолдастың бұл кісілердің еңбегін тұрақтандырғандығына толық қосыламыз. Әрі бұл кісілердің ұзақ жылдық істеген еңбегін осы бірнеше сағаттық бірер ауыз сөзбенен тұрақтандырып кетуге болмайды. Халықтың жүрегіне толық ұялаған. Мен бұл кісілерге не деймін? Бұдан кейін пенсияға шыққан демалыс барысында да өзінің ақыл кеңесін артында қалған біз бауырларына және кәсіптестеріне, қызметтестеріне үздіксіз аянбай көрсетіп, ақыл кеңес көрсетіп отыруын тілейміз. Және барғаннан кейін де пенсияға шығып, демалысының қызығын көріп, бала шағасының қызығын көріп, ұзақ өмір сүруін тілейміз. Басқа не айтайымыз? Рахмет. Сарчоқ орта мектебінің оқыту мүдірісіз. Осы үш жолдасты аттандыру барысында сіз осы жолдастардың оқу артуға қосқан еселі еңбегі жөнінде қандай пікіріңіз бар? Рахмет. Бұл кісілер 30 жылды бір күнде өткізіп, қазір кезде мектебімізден енді пенсияға шығып, зейнеткер болу алдында тұр. Жоғарда мектеп бұл кісілердің еңбегін ерекше бағалап, осы көптің алдында жария етті. Расында бұл кісілердің еңбегі ұлы, өшпес із қалдырды. Бұны біз мәңгі естен шығармаймыз. Бұдан кейінде бұл кісілер осы еселі еңбегін қоғамға, ұрпаққа жалғасты сіңіре беруін тілейміз. Сонымен бірге демалысқа шыққаннан кейін осы семьясында бай бақытты балаларменен барлығы жақсы тұрмыш кешуін тілейміз. Соңында бұл кісілердің дендеріне саулық, қызметтеріне тағы да табыстылық тілеп, осыншалықты сөйлейміз. Енді басқа көп айтар жоқ. Осы ғой. Басқа айтар жоқ енді осы. Кәне Әбділ мұғалым, сіз осы орта мектептегі бірден бір мемлекеттік озат, кеудеңізде алтын өрденіңіз бар. Оның үстіне автоном райондық жазушылар қоғамының және полколоршылар қоғамының мүшесісіз. Автоном район көлеміндегі белгілі зерттермен атыңыз бар. Осы салауатыңызбен осы бүгінгі 3 пенсионерге қарата қандай пікір талаптарыңыз бар? Өзімізбен бірге 30 жыл қызмет істеген қарт ағаларды бүгін міне аттандырып отырмыз. Шүкірлік Аллаға, Аллағы өміріне, алдағы тұрмысына бақыттылық тілейміз. Қарт ағартушы Шоқан мұғалім болсын, қарт шипагер Тоқан болсын, мектебіміздің
аспазы Мазтаяға болсын, өздерінің 30 жылдық құмырында ұрпақ үшін, ұлтымыз үшін елеулі еңбектер атқарды. Бұл еңбек елінің көкейінде, ұрпағының көкейінде мәңгілік жатады. Ал енді осыда бір барыста мен Тоқаңды ерекше ауызға алуыма тура келеді. Бұл кісі арысы боп, берісі боп, жүйелі оқымаса да, халқымыздың мына бір ұлттық шипагерлік дейді осыған өзіндік еселі үлес қосқан адам. Менің бір ерекше білерім, бұл кісі мына Баркөл халқында, Байтақ Баркөл сақарасында жоғары дәрігерлік орындарының қолынан келмейтін қиғақпенен күйіктің ерекше құдай. Халық бұл кісіні халықтың төл медицинасынан туған күйікпенен қиғақтың құдай деп үстіп есептейді. Осы бір екі елеулі еңбегінің өзі осы мемлекетімізден пантехникалық оқуға алатын ерекше үлес, ерекше өнер деп үстіп білем. Енді осындай істерді біздің Тоқаң бұдан кейін әлде де жалғастырып осыны ғылымилық негізде, материалдық негізден топтың ортасына салып болашақ өмірінде осының игілігін халқына еселеп көрсетсе екен деген ыстық ықыласты тілектемін. Бұдан кейін Тоқаңның дені сау, қызметі табысты, алдағы көші байсалды болғай. Рахмет сіздерге. Рахмет.
мына жерде Қаймалдай ағайымыз отыр екен. Осы кісінің Тоқаңның 30 жылдық торқалы тойында қандай лепесі бар екен? Тоқаң аға екеміз ұзын уақыт осы қиырғызтау кездерінде сапар шегіп жатырмыз. Енді бүгінгі күні осы көпшіліктің ортасында Тоқаң ағайдың сәтті сапардың жолаушылап қайтып келген той үстінде қатынасып отырмыз. Сондықтан бұдан кейін де жалғасты, өмірінің ұзақ, деннің сау, қызметінің табысты, алды-ашық пәлеқат қашық болу үшін тілектестік білдіремін. Бұдан келген сәулетті. Домбыран қайда? Сол тойының үстінен түсіп отырмыз өздері. Білмеппін алдында. Мына үйіне келгенге шақырып отырсыздар. Шақырғандарыңызға рахмет, осындай бір отырып неткендер. Бұдан кейінгі барыста өзіңе өткен өнерді жалғаста сәулелендіре беріп, халыққа игілік жаратып, денсаулығыңыз жақсы болып, бара-шағаттарыңыздың игілігін көріп, аман жүруіңізді тілеймін. Бән жерде бір нағашам жездеміз бар еді. Мен Сақау деп жүрген. Соғысын бір айтсам деп отырмын енді. Жаттама бірдекелеріміз бар. Сол жаттамадарымыздан айтып берейік. Әуірден соғысыға жауап берем, осы өзім айтып болған. Мен Сақау деген енді. Түді дұршық жау соғыс айтып отырды. Ақ көйлек күлемдейсің угай-ай, көйлегіңнің етегі жерге тисін угай-ай. Тату тәтті құрбыңмен ойната гүл угай-ай, көр алмаған дұшпанның іші күйсін угай-ай. Жылқы ішінде хала жүр, ұстай алмай пала жүр. Аулың алыс кеткенде біздесіңе хала жүр. Чапқан сайын жүйріктер көсілмеген угай-ай. Айтқан сайын шешендер шешілмеген угай-ай. Сағыныштан құрбылар сарғаймаған угай-ай. Қайдан білсін басынан кешілмеген угай-ай. Жылқы ішінде хала жүр, ұстай алмай пала жүр. Аулың алыс кеткені де біздесіңе хала жүр. Рахмет. Елла. Қарнасып жатыр. Елла. Ят барады, ақырында. Көп көрінді. Ой. О, нақыр қатып ойлап.
Көкірікті ауғай, көкіріктің сабағы, көкірікті ауғай, тіршілігің барында ойнап ауғай, өліп қалған адамдар не көрікті ауғай, ауғай, ауғай әніміз, ән салайық бәріміз, ауғайлардың ән салмай келіспейді сәніміз. Аман есен болайық, қайда жүрсек бәріміз. Біздің ауыл сорасан, Сарчоқта ауғай, әр жерде қонасың, әр шоқыға ауғай. Күйші болған ағайлар, үшеуіңіз ауғай, жолықпай өттіңдер, қақ соқтыға ауғай. Ауғай әніміз, арпа бидайды әніміз, көріскенше болайық, аман есен бәріміз. Сыйластықта жүрейік, бойда болса жанымыз. Өстіп ән салсақ, келіспейміз әніміз. Бұл күнде ойнап көрген озат дегенмін. Өмірде ойнап көрмей-ай, өткізсең де, ақшаға талбыраған озат дегенмін. Аққалатты, ел жұрты ереңбегін жаттаратты, мінекей 33 жыл елін емдеп, жаңа бір 1000 жылдықтан аттап өтті. Алысып қотырлармен, күйіктермен, алысып ажалдармен, күліктермен, бұл тоқаң міне күйік пір болды, көрнет әлде талай биіктерден. Ал тоқа арындай бер, жел күні құтырынған жалындай өр, ғылым ғана қазақты құтқарады, ашылған алдыңыздан айқара төр. Рахмет көп. Ай, бесіміздағы үйдің әйгілі. Қабырғайлы ендеше, қабырғайлы, кигіз үйдің есігі жабылмайды ай қарғашай. Тіршіліктің барында ойнада қол, мұны тұрыс біздерге табылмайды ай қарғашай. Қара чайыш қанысаны барды жөнін кім болады, танысаны ай қарғашай. Сүтті шайыш қаймақ салып, бұл өмірден өтеді, ойнақ салып ай қарғашай. Қаздар қайтып барады мекенінде, қанатымен қош айтып кетерінде ай қарғашай. Оралының барында ойнада қол, мұны тұрыс біздерге табылмайды ай қарашай. Танысалы барды жөнін кім болар, танысалы ай қарашай.
Meşin yine Dаңқпен пенсияға шығарып әкеліп отырмыз. Бұл кісілер де бізге сый-сияпатын көрсетіп отыр. Әрі ұйымға рахметін айтып отыр. Бұл енді ұйымның жолдастардың құрметтеуге, сыйлауға тиісті борышы. Әрі Тоқан ағай осындай құрметке болуға, сыйлануға тиісті. Бұның себебі Тоқанның осы 30 жылы бір күнде өткізгендегі нақтылы істері куә. Енді осы нақтылы істерден үзінділерді мектебіміздің әдебиет мұғалімі Әбділ Жолдас қысқаша таныстырып кетсін. Тоқан ағайдың екінші бір өмірлік сапары басталды. 34 жылдық еңбегін мектеп құшағынан ақырластырып, міне жаңа бір өмірлік сапарына өтті. Ұйымның ұйғаруы бойынша мен Тоқанның 34 жылдық ғұмырынан көпке қысқаша мәлімет бере кетейін. Тоқтамұрат Көпенұлы 1947 жылы 11 айда Баркөл ауданының Қарақол жайлауында Шопан семьясында дүниеге келген. 1960 жылы Сарчоқ ауылында бастауышты тәмамдады. Сарчоқы орта мектебінде 1964 жылы орталауды тауысты. 1966 жылы көл бойында атақты шипагер Набидің жарым жылдық курсына қатынасып, даңқты түрде халыққа деген өскерен жауапкершілікпен иығына шипагерлік сомкасын ашты. 1989 жылы басқа саптастарынан жалпы медицина ғылымы, қазақ медицина ғылымы жағындағы озықтығына орай Сарчоқы орта мектебінің арнаулы дәрігері болып орналасты. Тоқан Ағеділ Ақперіштерлік өмірінде ауылда 18 жыл, мектепте 16 жыл, елі үшін ауруға арашашы, шықпас жанға шипагер болып, жарға құлағы жастыққа тимей жұмыс жүргізді. Азамат ізі ақмармар емес пе? Елім деп еңіреген Тоқан 34 жылдық ғұмырында қаншалаған адамды ауру азабынан айырып, қаншалаған семьяның жұлдызын жандырып, бақытын басына қондырмады дейсіз. Тоқан өзінің арашашылық, шипагерлік сапарында халқы нені қажет етсе, дәрігерлік жағынан соны даяр етті. Біз ардагер ағаның мұна үш ерекшелігін еліне ерек еншілейміз. Біріншіден, Тоқан қадірменді халқының қарапайым медицинасын құмнан алтын екшегендей құмырсқа қимылды құдіретпен жинап, ел кәдесіне жаратты. Екіншіден, халық емкөстігінен өлімді пайдалана отырып, күйікпен күрес жасап, алдын үлкен емханалар қолымыздан келмейді деп шығарып тастаған 76 күйікті емдеп, күйісті күйіне келтірді. Үшіншіден, теміреткі, мұқыл мүрсін, қаңлақ қатарлы ауруларды ерекше еппен емдеп қатарға қосып, олардың көзінен аққан ғасырет жасын бақыт жасынан парлатты. Тоқа, ел азаматтары мен еліңіз сізден бұдан бұлайда тың медет, жаңа жанашырлық күтеді. Сіздің ағалақаныңыз Қыдыр Ильястың ағалақанына айналғай. Көпшілікке рахмет. Осыма бізге қойған жарлықтарың молқы болып кезіккенде дауыстың негіздес болып қарлыққа ортаға шашай сынды семіз келді. Семіздікпен қотаратын теңіздерді
Қазағам түсінеді негіздерді, кезінде жөндеп өткен өгіз жолды. Сондықтан мұн отырған кәкең Шаужан деді айтып айтпай негіздерді. Ежелден кәніккен қой жырға басым, өлеңі мұнау ел бүйді аласын. Кәнеге құрмет қып отырыңдар, адалдай айсын кәне бұйра басым. Сәулем-айдай сәулем-ай қонса жақылаудың ая. Нұрлан бегім қарасам биік тұрған оу. Айырмасын қодайым тұйық тұлданы сәулем-ай. Сол Нұрлан бек кешегі білесіңдер мой. Шаңта төбі чаталаң сүйе тұрған сәулем-ай. Жерім менің сарчоқыдай нар жоқай. Барлық ақын қарамыт Нұрланбектей болса шая. Ежелден адалдым мен таңдап келгем, қырандар өлең десе самғап келгем. Шаңтаның түбінде мен сындырғанда, бауымда мұны адал байлап берген. Бізде байлап беріп аяқ бауды. Азаматтар аттандырған тайлақ делді. Сәулем айдай сәулем айғылса жақын яудым ай. Айырмасын қодайым қайнарыңнан оу. Араладым бейікте сайдарыңнан сәулем ай. Абырайың төгілмей Нұрланбегім оу. Кеттің соғы менің ау байлауымнан сәулем. Осы ғой бұл ортада сайрағаным, демеңдер осы ортада қайдағаның. Қазақтың айтамын мен талдап әнін. Бұл жерде Адал мырза айтып отыр, Адалқан айтқан еді байлағаны. Адалқан айтқан кезде байлағаны емес қой, менің бүгін жайлағаным. Сәулем айдай сәулем ай болса жақын алдым ай. Менен өтем білсеңіз ақындыққам оу. Өмірін неке
Алтын жыққан сәулем ай. Мен ақынды көрділден сәулем ай. Адал қанда байласа байлаған ай. Оларлы бір азамат сүйіп тұрған сәулем ай. Адалдың осы ортада орынданы, әдемі талай сөзді порымдады. Нұрланбек отырған жоқ қорынғалы. Қызыл тілі бар болса Нұрланбектің, адалды отыртады шырынға. Орынбасаң Нұрланбек шығарып жүру. Шаңда төбі қараңды суарып жүрсе. Арақ пенен азамат ақындарым көшесінде сар жоқы қуарып жүрсе. Болмадың тақырып қып шаңтан әлі, асаға самал болып таң самалы. Біледі саршоқының барша жаны, қайырды айтпас сен арқадағы. Қайдағы таң шаңданы сен айта берме. Жеңілдеткен жүктерді арқадағы. Сәлем айдай сәлем, болса жақын бар көлдегі айтыста жеңілдің байы. Көп ортада бет дара көмілдің бесі. Сағат қандай сай қалдың өмірімен үшіншіден бай құсын өрілдің бесәулеме. Сәулем айдай сәулем ай қонса жақын аулым ай. Ana bir jüyede gelip çıkan ana bir jüye koydu çıkan. Kıldaray, yerde kunduzu gülde daharay, kökte şolduz güldaray, özün annaha havuludur, örgülüsün güldaray. Alıp gelgen pazardan, ögürüktü güldaray, ögürüktün sabağı, ögürüktü güldaray. Ağlın alış ketkende, kıymaz kalkım güldaray, ak kağız ben gülüreyek, aman asıp güldaray. Güldaray,
Ey Allah'ım salganına kuldaray. Ağlın allas gittiğinde kıymas kalkan kuldaray. O senin min basayı kıyıgındı kuldaray. Жылағысы келіп кетеді. Кәнемәке, біреуіңіз таң. Біреуің қасыңызда отырған бәкеңе берейіз. Bir qargıdın baqı, iki qargıdın baqa. Qargıd göndürmekte qayt. Мына Ромка сіздікі. О, Жалынды қаймақтап, жақсылап, күтіп бұлай жетканда. Қоғырымызда көтеру беріңіз. сіздің дайындығыңызға кім мына кісілер? Дайындық оқынасыз. Қаймақтайтын Енді сабақтастардың барлығы бір жағы бауырластар барлығы күшіп кетіп тұрған не болса да енді осы бір амканы. Аллаға қиғаштың